Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен болған Қатира. Осында ер тоқымға әдемі көрпешені бірге тігетін боламыз. Мынау аттың ер тоқымның үстіне жайылатын айлы киетін жер. Мына жер кожадан тіккем. Ол үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап қойыңыздар. Ең алдымен дайын оюның үстіне шашақты аламын. Екі шетіне шашақ саламын. Соны машинкаға жүргізіп отырамын. Оң бет бір-біріне қаратып, екі шетіне шашағымды қойып тігіп аламын. Осы видеода мен алдында оюды салғанмын, дайын ою. Соны мен беткі бөлігіне қойып кетемін. Содан кіріп қарасаңыздар болады, қалай ою керектігін толық көрсеткенмін. Мен маттам матовый велюр дайын, асты да үсті де. Артық жерін қиып тастап, оғанда шашағымды салып, екінші жағында көмкеріп алатын боламын. Барлық жерін тігіп алдым. Енді мен ортасына кожа қойып кеттім. Ол жерге айыл киетін жерге, айыл киетін жерді екі шетін тігіп алып, машинамен жүргізіп өтемін. Осы екі жақ шетін қазір жүргізіп өткеннен кейін, ең астыңғы жағында ол жердің тікпей кетемін, өйткені ол жерге айыл кіреді. Сонда ана көрпе қозғалмай тұрады, дайын мықты болып. Мен парақшама кіріп қарасаңыздар, ішінде оюдың екі түрі бар тігілген. Сол арқылы кіріп көріп, ойып алыңыздар. Екі міне шетін тігіп алдым, кожамды тартып отырып тігесіздер. Кожа жүрмейді машинаға. Он бетін қаратып аударып алатын боламын. Шетін бәрін шығарып, өте оңай құрақтың бірі, ол атқа, ер тоқымға сағанға. Сіз жасап үйреніп алыңыздар, мен видеом пайдалы болса. Осында әдемі көрпеше дайын болды. Мен шашағы мен қазақи нақыштағы ою, екі жағын тігілген жоқ, оған екі айыл кіретін жер. Мен ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп, мен келесі видеомда жолыққанша